Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өзімнің каналымда осындай өте жұп-жұмсақ, сондай слоеный қаттама нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен осындай йогурт немесе айранда бола береді, салып алатын боламыз. Оның үстіне 200 граммдай сүтімізді саламыз, тұзымызды саламыз және де бір пачка осындай қопсытқышымызды салатын боламыз. Осылардың үстіне ұнымызды салып аламыз және де шетінен жәймендеп сала отырып, жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды бөлме температурасына жарты сағатқа демалдыратын боламыз. Ал сол аралықта ішіне жағатын майымызды ерітіп дайындап алатын боламыз. Менде осындай шедролето майы. Мінекей достар, қамырымыздың июі қанды. Енді осыны тағы да осындай 3 бөлікке бөліп, суаламызды келтіріп аламыз, тағы да демалдырып қоятын боламыз. Екінші жарты сағатымыздан кейін қамырларымызды осылай үлкейтіп алатын боламыз. Барлығын бірдей етіп жайып шығамыз. Үлкейтілген қамырларымыздың үстіне кезек-кезек осылайынан майымызды салып, екіншісінің үстіне қойып, тағы майымызды жағамыз, үшіншісінің үстіне қоямыз, тағы да майымызды жағып аламыз. Енді осыны дәл осылай орап шығатын боламыз. Және де морозилкамызға кішкене майы қатқанша жарты сағат немесе 1 сағаттай салып алсаңыздар болады. Мінекей менікінің майы қатты, жаюға дайын. Сондай жұп-жұмсақ болып тұр. Енді осыны оқтауымыздың көмегімен осылайынан домалақ етіп формамызға келтіріп алып жаямыз. Листімізге орналастырып алып, үстіне бір жұмыртқамызды жарып жіберіп, осылай жағып шығатын боламыз. Сәндік үшін мен осылай лезвияның көмегімен слоеный етіп кесіп шықтым. Және де оның үстіне кішкене кунжут сеуіп қойдым. Және де 180 градуста осылай беті қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің қаттама нанымыз сондай жұп-жұмсақ, қытырлап тұр. Сіздерден міндетті түрде үй жағдайында осылай жасап жеңіздер. Егер менің видео рецептім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар. Ал мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар достар.